Сонда құрметті оқырмандар, 70-ші жылдарда мен сол дүниеге барып, сонда үлкен сапарға барғаннан кейін, енді ғарыш шайқасында жеңіске жетіп, 80-ші жылдарда ойландым. Енді менің артымнан келетін адам болу керек. Ізбасар. Ізбасар. Сонда мен ойладым, мен сол 70-ші жылдарда қайтадан өмірге келгенде, менің артымнан бір жан дүниеге түсті. Оның кім екенін білген жоқпын. Бірақ мен сездім, ол жан менің ізбасарым болады. Сонда мынау ғарыш шайқасының артынан кейін тағы бір рет ол баланың түрін көрдім. Кішкентай бала әлі. Содан желтоқсанның оқиғасынан кейін сол Ләззаттың туралы бір оқиғасын естігенде, соң әсіресе оның туған күні айтылғанда 70-ші жыл 7-ші ай 14-ші күн. Өңкей жетілерінен сода болады, оның туған күні 7-ге сәйкес болады бәрде, 7-ге деп. Соны енді осы бұл үлкен құпия болатын, енді оның атын ашуға болады. Сандуғаштың атын, бұрынғы тұрған бұрын. Оның жерленіп жатқан Талғар ауданы, сол жақта дүниеге келген, сол жақтан Алматыға келген, мектеп, музыкальный мектепте оқығанда, сонда қаза тапты қиын жолмен. Солай. Сонда бұл мына Вивекананданың, Рамакришнаның өтінішіменен биік дүниеден түсетіні бар ғой? Иә. Бұл да сонда сізге көмектесу үшін өзінің биік дүниеден өз еркіменен түскен, ол рух қой, иә? Рух. Құрылысшы. Иә, құрылысшы. Ал сонда бұған дейін бұл жер тарихында үлкен бір тарихи тұлға болып келіп кетіп тұрған, иә? Иә, рас. Ода қаза тапқан, шындығы келген елге. Қаза тапқан, оның бір өмірі, онда белгілі ол Томирис болған. Екінші өмірі ол Жанна д'Арк. Олар құрылыста бәрді. Ал қалғандар белгісіз. Бірақ екі өмір өте қызық өмір, содан өте қиын өмірлер бәрді. Солай біздің қазақ еліміз батыры, енді ғарыш құрылысшы 7-ші деңгей, 7-ші класс. Осы әлемнің енді меңгерушісі осы әлемнің. 6-шы деңгейдің 7-ші классы ма сонда? Жоқ, 6-шы деңгейдің 6-шы классы. 6-шы классы, иә? А 7-ші деңгей, кейін жетеді, ол 7-ші деңгей күн системасын құрылатын. А онда қазығы Люцифер, ол енді қайтадан жер құруға керек жоқ, оны жаңа галактика болса, мен өзімен алып кетемін оны. 6-шы сатының 7-ші классы, онда сол жердегі тіршілігі бар системаны, күн системасын құрады. Солай шешімге келді. Жердінде Люцифер жоқ енді. Адамзатты қорқытатын, одан сөйтіп ақша сұрайтын бәр діндердің адамдары сол құбыжықтан айырылды менің арқамда. Тамаша, рахмет.